жылдың 9 мамыры ұлы жеңіс күні болып, тарихта мәңгі қалды. Жеңіс жеңілдікпен келген жоқ. 50 миллион адамның өмірін жалмады. 1.200.000 қазақстандықтар қолына қару алып майданға аттанды. Олардың жартысынан астамы қан майданында қаза тапты. Сонау сұрапыл соғыс кезінде Майдан даласынан бір ғана Алдабергенов ауылынан 150 майдангер қайта оралмады. Олардың ішінде Матай Байысов та бар еді. Матай Боисов в боях Великой Отечественной войны с октября 1942 года, когда в этом же году был призван в Красную армию Талдыкурганским райвоенкоматом. Командир пулеметного отделения 342-го стрелкового полка 136-й стрелковой дивизии 38-й армии Воронежского фронта в ночь на 2 октября 1943 года в числе первых переправился на правый берег реки Днепр южнее Киева. В течение 2 дней отделение под командованием красноармейца Боисова отражало вражеские контратаки. Лично Матай Боисов огнем из танкового пулемета уничтожил десятки гитлеровцев. 11 ноября 1943 года красноармеец Боисов пропал без вести в районе села Черняхов Обуховского района Киевской области Украины. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий и проявленный при этом мужество и героизм красноармейцу Матаю Боисову было присвоено звание Героя Советского Союза. мың 944 жылы 342 атқыштар полкі командирі майор Хроменконың өз қолымен жазған Матай Боисовқа Кеңес одағының батыры атағын беру туралы ұсыныс жазбасы сақталған. Бұл құнды, сарғайған, үлбіреп жұқарған ескі газет пен Матай атаға қаза тапқан соң Кеңес одағының батыры атағын бергені туралы құжатты Тұрсын апай атаның көзіндей сақтап отыр. Алтын жұлдыз ордені, партия билеті Мәскеу қаласында орталық мұражайға қойылған. Кеңес одағының батыры Матай Боисов, Богдан Хмельницкий, Кутузов, Суворов және ондаған медальдар мен Ленин орденімен марапатталған. Матай Боисов соғыстан бірнеше рет хат жазған. Сол 3 бу хаттардың соңғы 2-і ғана сақталыпты. Ол хаттар қазір Алматы қаласында тұратын 80 жастан асқан қызы Зейнептің қолында. Хаттар латын әріптерімен жазылған. Сол хаттардың көшірмесі. Жыл сайын жеңіс күні қарсаңында Днепрдің бойындағы Черняховка селосында ТМД-ның түкпір-түкпірінен 100-деген адам жиналады. Бұл бауырластар зиратында Днепрді алу кезінде мерт болған 775 отан жауынгерлері жатыр деген жазу бар. Олардың ішінде Қазақ Кеңес одағының батыры, қазақ халқының даңқты ұлы Матай Боисовтың да есімі бар. Алапат шайқас болған жер селоның шетіндегі егістік даласы екен.
Кейін 1947 жылы егін егу үшін жер жыртқанда топырақ астында қалып қойған миналар жарылып, адамдар мертігіпті. Соғыста қаза болғандардың сүйектерін осы жерден бүкіл ауыл болып теріп, орталыққа бауырластай зиратын қазып жерлеген екен. 775 жауынгердің ғана құжаттар табылған. Хабар ошарсыз кеткен Матай атаны гильзасының ішінен табылған бір шеті күйген партбилеті арқылы анықтаған. Бауырластай зиратында жатқан жауынгерлердің ішінде жалғыз қазақ Матай Байысовқа ғана Кеңес одағының батыры атағы берілді. Бүгінгі жеңіс күнінің еліміздің өмірде алатын орны ерекше. Осыдан 75 жыл бұрын бүкіл әлемге қайғы мен қуаныш жасын қоса жұтқызған ерекше күн бұл. Ізгі ниетпен адам баласы мерекелейтін осы күннің туына еліміздің айтулы үлес қосқанын біз әрқашан мақтан тұтамыз. Ұлы жеңісті жақындатуда абзал арыстандарымыздың майдан даласында отандастарымыздың тылда соғысқан еңбегі өлшеусіз. Ер есімі ел есінде деген осы емес пе? Өзі өлсе де, Матай Байысовтың есімі еш уақытта өлмейді, мәңгі есте сақталады. Матай Байысов атындағы көшеде Матай Байысов атындағы мектеп орналасқан. Осы мектепте Кеңес одағының батыры Матай Байысов атындағы мұражай ашылды. Осы мұражайға батыр атаның ұрпақтары жиі келіп, сұхбаттасып, атамыздың ерлігі туралы жиі әңгімелеп отырады. Міне, келешек ұрпаққа аманат еткен батырдың ерлік ісі